Сіз теңіздің түбінде айемгі қала болуы мүмкін деп ойлағансыз ба? 1986 жылы Японияның Янагуни атауы жанында сүзушілер судың астында ажайып естелікті тапты. Бұл орын үлкен текшелер, платформалар һәм геометриялық фигуралардан ібарат болып, айрым ілімпазлар оны жоғалған цивилизацияға тиесілі айемгі қала деп есаплайды. Бұл сырлы естелік қалай пайда болған? Айрым іздеушілер бұл жерді адамлар жаратқан деп есаплайды. Олар диуаллардағы оймашылықлар һәм хайуан көрінісіндегі суретлерді инсан қолы менен істегеніне дәлел сипатында көрсетеді. Басқалар болса, бұны табиғи географиялық процесслер нәтижесінде пайда болған формалар деп түсіндіреді. Бұл сырлы түзіліс әфсаналық Му континентінің қалдықтары болуы мүмкін, бірақ бұл хақында еле ешкім анық жауап бере алған жоқ. Янагуни естелігі океан түбіндегі ең үлкен сырлардан бірі болып қалмақта. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл айемгі қала ма, ямаса табиғаттың ажайыбаты ма? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.